Гүлмира Төреғалиқызы 1975 жылы желтоқсан айының 5 жұлдызында Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Құдықсай ауылында дүниеге келген. Руы Табын. Бейсенбаевтар әулетінде дүниеге келген. Бір ағасы, екі інісі бар. Әкесі Төреғали, анасы Ырсалы, үлкен ағасы Мәлік, інілері Жарас, Мұхтар. Мектеп табалдырығын 1982 жылы аттап, 1992 жылы Құдықсай орта мектебінен түлеп шықты. 1992-1996 жылдар аралығында Құдайберген Жұбанов атындағы университетінің педагогика мамандығы бойынша жоғары білім алып тәмамдайды. Еңбек жолын 1992 жылы Құдықсай орта мектебінен бастайды. Осы қызметте жүріп 1997 жылы Сүйіндіков Мержанмен некесін қидырып, отау құрады. Дүниеге бір ұл, бір қыз келеді. 1998 жылы тұңғышы Азамат дүниеге келеді. 1999 жылы Хромтау қаласына көшіп, нөмірі 5 гимназияға жұмысқа орналасып, кейін 2001 жылы нөмірі 4 орта мектепке ауысады. 2007 жылы дүниеге қызы Наргиза келеді. Қызмет бабымен 2009 жылы нөмірі 6 Хромтау гимназиясына ауысады. Еңбектері еленіп, әр жылдары алғыс хаттарға, мақтау қағаздарына ие болады. Әріптестерінің арасында әділ, сыйлы бола білді. Еңбек өтілі 30 жыл. Білімі жоғары. Біліктілік санаты педагог зерттеуші. Жас ұрпаққа білім берудегі жетістіктер үшін мектепішілік, аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі алғыс хат пен мадақтамалардың иегері атанды. Бақытты отбасы болып жүрген жанұяға 2023 жылдың 23 сәуірінде ауыр сынақ келді. Көлденең келген апат салдарынан Гүлмира Төреғалиқызы 47 жасында о дүниеге кете барды. Көлік апатынан болған қайғы отбасына ауыр тиеді. 26 жыл жолдасынан сүйікті әйелі болып, 20 жыл көлемінде ата-енесінің қолында тұрып, келіндік қызметін адал атқарған асыл келін. Қазіргі таңда артында әке-шешесі, жолдасы, балалары қалды. Ұлы Азамат Алматы қаласында жұмыс атқарып, қызы Наргиза Хромтау қаласында мектептегі білімін жалғастырып келеді. Гүлмира Төреғалиқызы ұл мен қыз тәрбиелеген ардақты ана, адал жар, асыл келін, қимас бауыр, талай шәкірттің жүрегіне жол тапқан еңбегі толағай, талабы биік, үздік сынып жетекші, үздік ұстаз атанған аяулы жан, адал дос, сыйлы әріптес болатын. Жалт етіп өте шықтау жалын жасың, көнеміз ғой, тағдырға бағынғасын. Жыл құстары көктемде оралғанмен, бірақ та сен келмейсің, Гүлмирашым. Бал тамған келінедің бармағынан, жарының да шықтың рас талғамынан. Жаз ғұмырың қиылып сала берді, көлденен келген апат салдарынан. Жақсы жанды алумен сынайды Алла, дүние бір айналса шыр айналған. Ертең көктем шығады дегенімізде, көктен бұйрық келер деп кім ойлаған. Ұзақтау бермесе де ғұмыр Алла, ұрпағым бар, тәрбиені ұғынарға. Ана көрген томшер дегеніндей,
кәсіпке араласты тұңғышымда. Қараушы ең, сөйлегенде көп көңілге, байқамаппыз бір жылдың өткенінде. Мерейіңді өсіріп оқып жатыр боташың беспен мектебінде. Жанарыңда болушы еді жарқыл қандай, халықтың зор сенімі артылғандай. Ақылына көркісай деген теңеу бір өзіңе арналып айтылғандай. Жан адамға болмайды іштарлығын, білеміз бойда сенім күш барлығын. Адам бақтың қонғанын байқамайды, тек қана біледі екен ұшқандығын. Қадіріңді рас біліп қалғандаймыз, білмедік енді қандай жол таңдаймыз. Өзіңсіз өтіп кеткен осы бір жыл түсіміз болғанда ғой деп ойлаймыз. Бұл күнде айналғанмен сағынғашын еске аламыз, өзіңді сағынғасын. Жатқан жерің жайлы да жарық болып, орның жұмақ болсын, Гүлмирашым. Тілегімменен қадам басып ілгері келем, күннің нұры ай сәулесінен өткен күннің іздерін көрем. Құшағыңды сағындым ана, жұбатады жанымды сан ән. Қасиетім қорған ең маған, әніммен де табынам саған. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген аттен. Бөбегіңнің қорып ұйқысын, құшағыңа күнім дейтінсің. Ертеңімді әрдайым ойла, аман болсын нұрым дейтінсің. Сұрағым көп өмірге мынау, жанымдамын көңілде қарау. Бақыт нәрін сезген сәттерде, қуат берген сенің демің ау. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Керемет, ғажайып. Алатаудың бөктерінде тұрмыз. Мен жүрмін әркез қасында. Тек қана біздің Қазақстанда осындай жер бар. Мен Қазақстанда туғаныма мақтанамын. Бақ болсын. Кен қаттең, жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Әттең аяу әттең, жадымдасың мәңгі ана деген атпен.